Қазақстанда 1984 YouTube каналы бар. Сіздің бизнесіңізді YouTube-қа шығарғыңыз келсе, онда сіз өзіңізге ең бірінші YouTube канал ашу керек. Сіздің видеоңызды қараған адам сразу шығып кетпеу керек. Осы тег әсер етеді похожий видеоға шығуға. Біз бойларды қараймыз, ММА-ды қараймыз деген сияқтыға. Бір видеоны қосып қалсақ, ставки на спорт деп айқайлайды ғой, бір видеоларда болады ғой. Осындай бір видео реклама түсіріп, сізде Қазақстанның Алматының аудиториясына жібере аласыздар. Ақша бұл жерде тек қана 30 секундтан кейін алынады. И ол жерде телевидениеға көп ақша жойып, клиент аз келгенін байқайды, ал YouTube арқылы көп клиент келгенін байқайды. Ассалаумағалейкум. Есім Жалғас болады. Осы бизнес бастаудың каналын 2 жылдан астам уақыт болды жүргізіп жүргеніме. Қазір YouTube жайлы толық мағлұмат берем. Барлық мүмкіншіліктерін, барлық мүмкіндіктерін және ондағы басынан бастап айтқанда өзіңіздің блогерлік қабілетіңізден бастап соңғы рекламаға қатысты ақпараттар берілетін болады. Жақсылап тыңдап отырсаңыздар. Міне, Қазақстанда 1984 YouTube канал бар. Соның ішінде ең бірінші Suspense деген канал. Ол деген осы жақында өзінің алтын YouTube-тың медалін алды. Жаңағы несін. Ода подписчик саны қарап отырсаңыздар, міне 1.817.000. Ода 1 миллион Suspense деген канал. Бір Ақтөбенің жігіті. Ақтөбенік сияқты, по-моему. Контентінде просто сөйлеп бірдеңені айтып отырады. Жаңағы шетелдегі болып жатқан нәрселерді орысша. Пайдалы нәрсе айтады ма? Пайдалы нәрсе. Жоқ, орысша. Қазақша емес, орыстарға қарайды. Россия, ТМД, СНГ барлығы соған тіркелгесін енді 1.800.000 жинады. Қазақстанда көріп отырсаңыздар, қазақша канал Гакко 3-ші орында тұр тек қана. Аминка, витаминка жақында осы 1.200.000 болды. 300-ге жақындап қалды. Кешегі алған ақпарат Гакко 3-ші орында міне. Қалғандары уже орысша каналдар, 7-й каналда енді өздеріңіз білетін көптеген программалар, телешоулар жүргізіп. Біз 87-ші орындамыз ба? Біздер Қазақстан бойынша 87-ші орында, 63.000 подписчик. Қазір 64-тен асты уже. Бүгін 64-тен асты. Келесі өтейік. YouTube каналдың басты бетін дұрыс жасау керек. Ең бірінші жаңағыдай, сіздің бизнесіңізді YouTube-қа шығарғыңыз келсе, онда сіз өзіңізге ең бірінші YouTube канал ашу керек. Жаңағы адамдар сіздің каналыңызға кіргенде ең бірінші көретін нәрсе ол басты беті осы. Енді мен бұл жерде екі үлгісін келтіріп қойдым, бұл ноутбуктан скрины және телефонның. Ноутбуктан жасағанда мына үлкен, өзіңіз білесіздер, көлемі үлкен, ал соткеге арналған өзінің несі бар, форматы бар. Басты ескеретін жайт, мына осы жерден бастап, осы жерге дейінгі аралықта ол телефонға арналған форматы, жаңа көрінетіндері осы. Ал мынау ноутбукпен көрсетіледі, тіркеліңіз. Бұл жерде өзіміздің каналдан скрин жасағасын. Бұл жерде подписаться деген кнопка болады. Подписаться тіркеліңіз деп әдейі көрсетілген телефон номері. Келесі өтейік. Ұқсас похожий видео қатарына шығару. Сіздің егер видеоңызды бірден каналға шығарып, YouTube-қа салып, көтеріліп кетем, танылып кетем деген ой болса, одан арылсаңыз болады. Ең бірінші, егер сізде 0 подписчик болатын болса, ондай мүмкін емес жағдай. Ондай видеоның просмотрын жинау үшін ең бірінші сіз видеоны түсіресіз. Оны түсіргенде де продающий видео болу керек, жаңағыдай. Адамды жалықтырмайтын, пайдалы ақпарат болу керек. Сосын соңында өзі сатылатын, жаңағыдай өзіңіздің ұсынысыңызды айтып кету керексіз. Сол сияқты өзіңіздің видеоңызды просмотр жинау үшін ең бірінші не істейсіз? WhatsApp-пен бүткіл группаларға, бүткіл контактілерге таратасыз. Сөйтіп просмотр жинайсыз басында. Өзіңіздің ВК страницаға саласыз, Инстаграмға просто үлгісін салып, ссылкам биода тұр деп өтіңіздер, қараңыздар деп сөйтіп просмотрлар жинайсыз. Сіздің видеоңызды қараған адам сразу шығып кетпеу керек.
мысалға бизнес бастаудың видеосын қарасаңыздар, басындағы 10-20 секунд жаңа толық видеода не айтылған қызықты жерлерін қиып басына салып жібереді. Адам, көрген адам басын көреді де, сразу соңына дейін қарағысы келіп отырады. Не болады екен, қашан болады екен деген сияқты. Сол не үшін десеңіздер, ол удержание аудитория деген бар. YouTube-тың өзінің удержание аудитория дегеніміз, осы видеоны толық қарап шықса 100%, жартылай қараса енді өзіңіз білетін 50%. 50% удержание аудитория, ол өте тамаша результат деп айтсаңыз болады. Біздің қазіргі удержание аудиториямыз примерно 20%-дай. Соның өзінде соған қарап біздер статистика жүргіземіз. Удержание аудитория деген орташа қаралу уақытын көрсетеді. Мысалға, бұл жерде 6700 просмотр болатын болса, сол 6700 адамның ішінде барлығының қараған уақытын 6700-ге бөлсеңіздер, ол деген бұл жерде 4 минут 40 секунд па, ол болуы мүмкін 2 минут 20 секунд. Жалпы орташа қаралу уақыты. Сол жерде сіздер өзіңіздің ұсынысыңызды беру керексіздер. Мысалға, YouTube-та бизнес бастаудың каналында Ахметбек ағайдың бір видеосы шығып кетеді. Егер сіз осы видеоны қарап отырсаңыздар, біздің каналға тіркеліңіз деп. Осындай жерде деп бір 7-8 секундтық видео шығады. Адам сол жерден қарап отқан жерден тіркеле салады. Ол өте оңай. Сол сияқты видеода сондай контенттер қосу керек. Екінші, мына ұқсас похожий видео дегеніміз, бір видеоны қарап отырасыздар любой жерден, кез келген видеоны. Ал жанында сол тақырыпқа қатысты видеолар шығып тұрады. Және ол жерде мына қатарда похожий видео қатары деп аталады. Ол жерде не шығады? Бірінші, рекомендованный видео шығады. Ол тақырыпқа қатысты, сіздің мына видеоны қарап отқан тақырыпқа қатысты видеолар шығады. Екінші, сіздің бұрынғы қараған видеоларыңыздың, каналдарыңыздың видеолары шығып тұрады. Мысалға, мына жердегі видеолар бұрын қаралған деген сияқты. Енді осы похожий видеоға сіздің видеоңыз шығу үшін, сіз видеоның тақырыбын, описаниясын және тегтарын дұрыс жазу керексіз. Мысалға, мына жерде скрин жасап келтіріп қойдым. Мынау бизнес сіз ойлағандай емес деген тақырып. Міне, бұл описаниясы. Ал мынау тег. Тег деген сондай ключевой слова дейді ғой. Сондай сөздерді теріп жазасыз. Енді осы тег әсер етеді похожий видеоға шығуға. Сіздің ертең бүгін мысалға ертең жаңа видео түсіріп YouTube-қа салатын болсаңыздар, сізге міндетті түрде тақырыбын жазу керек, описаниясын жазу керек, және тегін жазу керек. Сонда тегке көп көңіл бөлу керек. Тег осы похожий видеоға шығарады. Өйткені сіздің видеоңыз поисктан іздегенде бірінші болып топқа шығып кетпейді. Ешқандай видеоңыз. Өйткені сізде просмотр аз, каналдың подписчик аз. Сондықтан сізге бар мүмкіндігінше похожий видео қатарына шығу. Осы тегтер арқылы. Келесі, каналдың атын дұрыс қою керек. Сіздің айналысатын жасап жүрген кәсібіңізге байланысты каналдың атын дұрыс қою керек. Яғни, мысалға бизнеске қатысты болсын, бизнес бастаудың каналы бизнес бастау. Айтылатын сөз кез келген мысалға не істеу керек, ақша табу керек, бизнес бастау керек деп айтылатын сөз болған соң YouTube-та бірден шығады. Сол сияқты сіздің кәсібіңізге де жаңағыдай Instagram-да да хэштегтер жазуды айтылды ғой. Тап сондай сөздерге байланысты жаңағыдай саралап, дұрыстап қою керек болады атын. YouTube-тағы жарнаманың түрлері қазір кішкене миларыңыз ашиды, шыдай тұрыңыздар. InStream деген түрі бар. InStream ол сіздің күнделікті көріп жүрген пропустить деген шығады ғой видеода, YouTube-та сол InStream деп аталады. Мысалы, бұл жерде толық жазылып кеткен, бұл жарнама видеороликтерді қарап жатқан кезде шығады. Және де видео сайттар мен приложенияларға шығады. Жаңағыда әртүрлі Нұргезеттің болмаса, Яндекстің деген сияқты бір приложениялар болса, солардың қатарына шыға алады. Екінші видео Discovery деген. Ол ең бірінші YouTube-тың іздеу нәтижесінде шығатын, поисктан іздегенде топта тұратын, сосын ұқсас видеолардың қатарына шығатын рекламный видео.
сосын ютубтың мобильді нұсқасының басты бетінде шығады, главный страницада. Сосын заставкалы жарнамалар деген үшінші түрі бар, ол 6 секундтық андай пропустить деген болады ғой, жаңа айтқан. Сол пропустить деген бұл 6 секундта болмайды, өйткені қысқа ғана уақыт. 6 секундта бұл видео түсіріп 6 секундтан аспайтын. Сондай жіберсеңіз болады. Енді ол жерде ақша тек қана показ үшін алынады, өйткені ол жерде адам деген қарайды ғой, көреді. 6 секундта сіз барынша мүмкіндігінше өзіңіздің брендіңізді қалыптастыру үшін арналған рекламаның түрі. Жарнаманың мақсаты, сіздің YouTube-қа беретін жарнаманың мақсаты ең біріншіден қаралым және оқырман, просмотр мен подписчик жинау, қарапайым тілде айтқанда. Екіншісі, не түсіру керектігін түсіну. Бұл жерде сізге тест жасау керек болады. Реклама жасаған соң әртүрлі видеоның форматында әртүрлі подходпен видео жіберу керек болады. И соған қайсысы жақсы өтіп жатыр, соны аласыз да, соны жүргізесіз, қалған түрлерін тоқтатып тастайсыз. Кім үшін түсіру керектігін түсінесіз, аналитикадан қарайсыздар, қандай жас аралығындағы адамдар сіздің видеоңызды көп қарайды, қандай жынысы адамдар, қандай өңірден, сондай статистиканы қарап, келесі рекламный видеоларыңыз сол адамдарға көрсетіледі. Яғни таргетинг видео деп саналады, жаңағы Facebook таргетинг сияқты. Келесі трендке және ұсынылған видеолар қатарына шығу. Бұл деген негізі трендке шығу деген ол YouTube-та өте қиын нәрсе. Трендке шығу үшін ол басты әсер ететін видеоның контенті жақсы болу керек. Яғни ол жерде адамдар іздеу керек видеоны. Бір жерден көріп қалды, Инстаграмнан қысқа секундын, басқа жерден тағы бір көріп қалды, жандағы үйдегілері, достары, жұмыстастары барлығы айтып жатыр осы видео жайлы. Адам әсер еткесін поисттан іздейді. Барлық жерден бір уақытта сондай ізделініп жатса бір сөзбен, онда ол трендке шығады. Және соңғы клиент алып келу. Түсінікті, яғни ол жерге сайттың ссылкасын қоюға болады, телефон номеріңізді қалдыруға болады, сол арқылы өзіңізге клиент алып келу. Артықшылығы осы YouTube-қа реклама жасаудың ұтылыс жоқ, өйткені ол жерде көрермендер өздері таңдаған видео арқылы сіз сол видеоларға реклама шығара аласыз. Және сіз өзіңіздің просмотрын бағасын қоя аласыз. Ол жерде ставка, Қазақстан бойынша жалпы ставкасын айтайын, 1 цент және 2 цент максимальный. 2 цент дегеніміз ол уже 6 теңге, 1 цент дегеніміз 3,2 теңге деп санасаңыздар болады. Бір просмотр 3,2 теңге болады. Және дәлденген настройка ол деген 30 секундтық болуы міндетті емес, яғни 15 минуттық видеоларды да жібере аласыздар. Және видео форматтарды ауыстырып тестілеуге болады, видео отзывтар көрсетіп, үйретілген видео, обучательный видео дейді, сондайларды көрсетсеңіздер болады. Кең ауқымға жіберу, превью жарнамалар деген жаңағы жарнаманың түрлерін тек YouTube-та емес, сонымен қатар басқа да сайттарға шығарсаңыздар болады. Google-дың партнерский сайттары болады өзінің, соған шығарсаңыздар болады, КМС ретінде. Дәлденген настройка жөнінде айтып кететін болсам, ол жерде де жаңағыдай таргетинг сияқты өңірді таңдауға болады, және жынысын, жас аралығын, және оның қызығушылықтарын таңдауға болады. Іздеу, бұл жаңағы рекламаның түрі. Мысалға мен кеше сайт деп іздедім. Сайт дегенде курс веб-дизайна с нуля до трудоустройства деген бірдеңе бір сөз бар екен. Осындай реклама шығаруға болады. Ключевые словаға қатысты. Сізде мысалға осы арқылы өзіңіздің темаңыздағы, өзіңіздің кәсібіңізге байланысты сөздерді теріп қойып, соларға өзіңіздің видеоңызды шығарсаңыздар болады. Бұл реклама деп міне көріп тұрсыздар, сарымен жазылып тұр. Қалғандары бұл жақсы қаралым бойынша жинаған просмотрлары, мынау рекламный видео көрініп тұр. Келесі КМС жарнама дегеніміз. КМС жарнама YouTube-та міне жерде тұр міне.
мысалға мынау бизнес модустың бір видеосын қарап жатыр едім кеше, сразу скрин жасадым. Мынау уборка квартиры в Алматы 150 теңге деп тұр. Осындай текстпен осы ютубтың осы өңіріне реклама шығарсаңыздар болады. Әдейі келтіріп ашып көрсетіп қойдым, бұл жерде реклама от Google деп жазылып тұр. КМС жарнама деген осындай түрі бар. Келесі өтейік. Міне, мысалға КМС жарнаманың тағы да мүмкіншіліктері бар. Әртүрлі размерде өшірде шығып тұратын түрлері. Және де мына видеоны қарап отырған кезде шығып кететін жарнаманың түрлері. Мынау енді Google-дың өзінің жіберіп тұрған рекламасы, менің реклама жасайтынымды білет Google. И соған қатысты Google өзінің Google AdWords-қа реклама жаса деп қайта-қайта маған шығара береді. Мысалға YouTube-тан видео қарап отырсаңыздар, қайта-қайта реклама шығады. Ол мына сары түске қарап байқасаңыздар болады. Каждый мына сары точкалар бұл реклама шығатын жер. Я болмаса мына видеоның ортасында шығып кетеді, бүткіл видеоны ауысып. Или осындай түрі, или осы жерден шығады реклама YouTube-та. Келесі. Видеоның басында шығатын жарнама. Бұл деген жаңа өздеріңіз білетіндей пропустить рекламу деп басында 5 секунд обязательно қарайсыздар. 5 секунд өткен соң пропустить рекламу деген кнопка шығады. Соны басып, өзіңіздің қарап отқан видеоны жалғастырып кетуге болады. Яғни, мына тук деген печеньенің рекламасын білесіздер барлығыңыз. Телевизорда да шықты, YouTube-та да шықты бұл. Осындай бір видео реклама түсіріп, сізде Қазақстанның Алматының аудиториясына жібере аласыздар. Ал енді, осы жерде не үшін қай жерге қандай себеппен ақша төлеймін десеңіздер, бұл жерде YouTube-тың өзінің несі бар. Ақша бұл жерде тек қана 30 секундтан кейін алынады. Яғни, сіздің видеоңыз 1 минут болатын болса, бұл 1 минуттық видеоңыз ең басында шығып кетеді. Мысалға, Юфреймнің видеосын қарап отқан адамдарға шығып кетеді Қазақстанда. Сосын сіздің рекламный видеоңыз шықты. Адамдар жынданады, жаңағыдай көргісі келмейді рекламаны. Пропустить деп басып кетеді. Сол кезде сізден ақша алынбайды. Пропустить деп басып кетсе. Сізден ақша алынады, сіздің видеоңызды 30 секундтан артық қарайтын болса. Көрдіңіз бе? Егер 30 секундқа емес 25 секундтық видео салса. 25 секундтық видео салатын болса, онда 25 секунд полный қаралса ғана алынады. Толық қаралса. Иә, толық қаралса. Осындай түрі. Және де екінші ақша алатын несі, точкасы, осы жерде сайттың ссылкасы тұрады. Осыған басып қалатын болса, онда сіздің сайтыңызға өтіп кетеді. Или каналыңызға. Сол кезде алады. Жаңа 30 секундқа жетпей басып қалатын болса, сіздің сайтыңызға. Сол кезде алады. И то бұл жерде алатын ақшасы 1 цент. Қазақстанда 1 цент. Ремаркетинг арқылы сайтқа лид алып келу. Ремаркетинг деген сөзді естіген боларсыздар. Ол сіздің видеоңызды, я болмаса жарнамаңызды көрген адам, яғни сол сіздің жарнамаңызбен әрекет еткен адамға қайтадан жарнаманы көрсету. Яғни, мысалға көбіңіз көретін жақсы жүріп жатқан жарнама қазір Каспий KZ-тікі. Любой жерден бір аяқ киім іздеп қалдыңыз, или бірдеңе іздеп қалсаңыз, Каспий KZ-ке кіріп деген сияқты. Содан кейін басқа жерде, басқа сайттарда жүрсеңіздер, Каспийдің рекламасы жақсы шығып тұрады. Өйткені олар оборотқа өте көп ақша құйып, жаңағыдай украиндық маркетологтармен жұмыс істеп жатыр. Көбіңіз соны көресіздер, қайта-қайта шығып жатқан. Ламоданыкі шығады қайта-қайта, мысалға артыңыздан ілесіп. Сол ремаркетинг деген түрі. Енді видео арқылы ремаркетинг жасаудың түрі, мысалға, сіз жаңағыдай реклама жасадыңыз, сіздің рекламаңызды белгілі бір аудитория көрді. Екінші, сол аудитория сіздің сол видеоны көрген аудитория болып саналады. Үшінші, уже сіздің базаңызға енді сіздің видеоңызды көрген соң. Үшінші, сіз баннерлі реклама түрінде өзіңіздің скидка болып атқан жайында тағы да ақпараттарды КМС реклама түрінде бере аласыздар. Қайтадан, қайталап. Төртінші, мынау деген көрген адам сіздің
қайтадан көрген адам мынау деген қайта шыға берді ғой деп сіздің сайтыңызға өтіп кетеді де соңынан уже сол реклама арқылы сайттан заявка қалдырады. Google-ға іздейді, YouTube-ға, жаңағыдай Gmail-ға жаңа өзінің ақпараттарын, яғни почтасын, телефон номерін қалдыра алады. Статистиканы тексеру. Мысалға, сіздер осы рекламаны бас қатырмай, осы рекламаларға бір диджитал агентстволарға, рекламный агентстволарға бересіздер. Және олардың үстінен бақылау керек болады. Статистика қандай болып жатыр, қанша болу керек, сол жайында мысалға YouTube-ның статистикасын түсіндіріп өтейін. Просмотры деген өз сөз айтып тұр. Просмотр, бір просмотр. Рекламадан келген жаңа 30 секундтан артық қараған адам бір просмотр болып саналады, және оған 1 теңге, 1 цент ақша кетті деп. Коэффициент просмотр деген жаңағыдай CTR сияқты. Яғни просмотр бөлінген показ көбейтілген 100%. Үшіншіден средний цена просмотр деген общий бүткіл ақшаны просмотрға бөлесіз, сол бүткіл просмотрды кеткен ақшаға бөлсеңіздер, жаңа средний цена просмотр шығарып береді. Келесі клик дегеніміз жаңағы сіздің видеоңызды қараған адам клик басып сіздің сайтыңызға өткен мынау статистика, клик деген. CTR ол жаңа мына алдыңғысында айтып кеттім ғой, коэффициент просмотр деп. Коэффициент просмотр деген ол жаңа сіздің 5 секундтан артық қараған адамдарға қатысты арналған статистика, просмотрға арналған. Ал CTR деген бұл кликке арналған статистика. Яғни click to relations аудармасында through relations ағылшынша. Процентное отношение числа кликов по объявлению к числу его показов. Яғни кликтің показға қатынасы. Сосын действие на YouTube әртүрлі болады. Просмотры жаңағы сіздің видеоңызды және подписка сіздің каналыңызға тіркелген. Добавление плейлисты деген өзіне тіркеп алу. Және нравится вас шығатын нелер, статистикалар, публикация деген ол WhatsApp-ға, Telegram-ға таратқан статистиканы көрсетеді. Енді сол статистика қандай болу керек? Самый қарайтын нәрсе ол коэффициент просмотра. Коэффициент просмотрына просмотр бөлінген показ көбейтілген 100%. Яғни 1000 адамға көрсетіледі, соның 100 адам қараса, жаңағыдай 30 секундтан артық. Яғни 100 бөлінген 1000 көбейтілген 100%. Ол жерде 0,1 көбейтілген 100% тем болады 10% болады сонда. Енді әртүрлі рекламаға қатысты статистика әртүрлі болады. Инстрим үшін дегеніміз жаңа видеоның алдына шығып кететін видеоның сіздің рекламный видеоңыз болады ғой. Соның статистикасы осындай мысалы төмен 20%-ға дейін, орташа 33%-дан бастап, ал жоғары 50%-дан бастап. 50%-дан бастап дегеніміз уже бүткіл көрген шыққан адамдардың жартысы қарады деген сөз. Ол уже жоғары не болып саналады, статистика болып. True view in video discovery, in discovery деген түрі. Бұл мысалға сіз YouTube-ға кіресіз ғой, главный страницаға. Сол кезде не шығып тұрады, бір рекламный видео шығып тұрады, или болмаса бірдеңе іздесеңіздер жаңа айтып кеткен. Мына жерден көрсете салайын сразу. Мынау in discovery деген түрі. Сіз өзіңізге қажетті нәрсені іздейсіз, ал мынау алдыңыздан шығып тұр. Бұны көп ешкім баса бермейді. И көріп отырсыздар 2275 просмотр бұл жерде көрсетіп тұрған. Ал бұл 200 000 адамға көрсетілуі мүмкін. Ол оп-оңай. 200 000 адамға көрсетілді бір аптаның ішінде. Соның бір аптада жинаған просмотры 2000 болуы мүмкін. Соған қатысты просто бұл жерде айтқым келгені көп адам баса бермейді бұны. И соған қатысты статистика бұл видео discovery-дікі төмен 2%-ға дейін, орташа 3%-дан бастап, жоғары
уже 5%-дан 5,5% бастап. Яғни бұл жерде жаңағы 1000 адамнан анада 100 адам қарайтын болса, бұл 1000 адамнан 10 адамы басуы мүмкін. Средний статистикасы сондай. Ал Леруа Мерлен бұл жайлы Алматыдан көріп жүрсіздер ме? Мына жерде тұрды еще Правданың бойында. Правда жаңа жоғары, бір көше жоғары. Маречик мет қалай еді? Сол неде тұрады? Рекламный баннер тұрады бүткіл жерде. Апорт жақта ашылып жатыр. Білсеңіздер. Бұл жайлы көрсеткенім Леруа Мерлен бұл строительный магазин. Яғни ол жерде бүткіл тұрмысқа қатысты құралдар сатылады. Мынаны ссылкасын аша аламыз ба? YouTube'дан. Бұл Леруа Мерлен YouTube арқылы жақсы өзін пиарить етіп, жақсы клиенттер алып келген магазинге. Жаңа өзінің телевидениеға да шығарған рекламаны, YouTube'қа да шығарған. Мына мысалы рекламаның түрі. Баса берсең. Тысячами сомнений и миллионами желаний. Вот этот, например, подобрал для себя идеально ровную поляну для шашлыка. А эти, наконец, нашли костюм робота. Собрать на выходные подружек. Конечно, можно просто продавать товар, а можно просто делать жизнь каждого из нас чуточку комфортнее. И мне это по душе. Работа в Леруа Мерлен и себе, и людям. Келесі видео. Следующий раз слушай. Следующий раз слушай. Привет, Москва, это правильно. Следующий раз слушай. Хотел закинуть чуть-чуть, но сейчас не вариант. Качествосын қараңыздар. Не знаю, чего хочет так. А давайте купим нам лодку. Ну что, дачу сделали, деньги остались. С ценами Леруа Мерлен вы сможете позволить себе больше. Леруа Мерлен. Бесспорно низкие цены. Заходите на сайт, подпишитесь на канал. Бұл жаңағы өзінің YouTube арқылы жақсы танытқан компания деп айтсақ болады. Бұл әлем бойынша, осы дүние жүзі бойынша 3-ші орында тұр екен. Ал Россияда 1-ші орында. Енді Қазақстан нарығына кіріп жатыр. Өзінің, мысалға мен өзім YouTube'қа қатысты бірталай конференцияларды қарап жүрем. Сол кезде осы Леруа Мерленнің кейсін шығарды. Леруа Мерленнің кейсі бойынша телевидениеға жіберген рекламы мен YouTube'қа жіберген рекламаны салыстырады. И ол жерде телевидениеға көп ақша жойып, клиент аз келгенін байқайды, ал YouTube арқылы көп клиент келгенін байқайды. Яғни телевидениедан YouTube'тың рекламасы артық екенін түсінеді. И сол арқылы бірнеше жыл жұмыс істеп, қазір де жұмыс істеп жатыр. Леруа Мерлен жаңа осы видео арқылы осындай бірнеше түрі бар, бұл жерде плейлистін әкеліп қойғам. 5-6-7 видеосы бар. Өте тартымды видео. Біріншіден адам жаңа пропуститті басқысы келмейді. Анау неше түрлі эффекттермен әртүрлі жерде үйдегі жағдайды көрсетіп, сол арқылы соңына дейін адамды просмотр жеткізіп, 20 секунд бар болғаны. Міне. Арзан екенін көрсетіп тұр. Құрылысқа қатысты бүткілі құралдардың арзан екенін көрсетіп тұр. Осы сияқты бір керемет бір видео түсіріп, үйістіп жасасаңыздар болады. Яғни бұл жерде неге телевидениедан жақсы пайда, телевидениеға қарағанда YouTube'дан жақсы пайда келеді десеңіздер, YouTube'да барлығы тіркеледі каналға, жаңағыдай өзінің аккаунтымен. И қарағанда ол сіздер өзіңіздің жасыңызды белгілейсіз, туған жылыңызды, жынысыңызды белгілейсіз, ер азамат екеніңізді.
мужчина деп таңдап. Сосын сіз қай жерде жүргеніңізді Google өзі бақылап отырады. Өйткені сіз Google-ға, Gmail почтаға тіркеліп қойған соң Google-дың құзырында боласыз. Сіздің телефоныңызды қай жақта жүргенің GPS арқылы бақылап отырады Google. Енді мысалға, мынау апорттан ашылды дейік, ертең апорттың маңындағы апортқа жақын үйлерге реклама жіберетін болады. Апорттың маңын алады, 2, 3, 4, 5 километр радиуста. Сосын осы видеоны жібереді. Ертең ашылған соң бұл жазда ашылады. Сонымен қатар Алматыға да жібереді. Және ол жерде әйел адамдарға жібермейді. Әйел адамдарға жібереді, обойға қатысты, сондай рекламаларды, әйел адамның ремонтқа қатысты істейтін. Ал енді ер адамдарға көп жібереді, жаңа строительный құралдарды өздеріңіз білесіздер. Сол сияқты. Слайд қойып жібересіз. Осы үлкен бір кейс, жаңа Леруа Мерлен деп аталады. Келесіге өтейік. Трансформаторды кім біледі? Трансформаторды. Яғни бұл трансформатор деген Дмитрий Портнягин деген жігіт, бизнесмен, тренер, қазіргі кезде өзінің каналын ашып, қазіргі 1.100.000-нан асып кетті подписчиктер саны. И сол арқылы осы өзіне цель қойған 2017-нің соңына дейін мен деген бизнес канал бойынша әлемде бірінші орынға шығам деп. И ол діттеген мақсатына жетті десек те болады. Подписчиктер саны арқылы. Бұл YouTube каналы ашып, өзі транзитный компаниямен айналысады. Жалпы Қытайдан нелері тасиды, жаңа товарлар, сөйтіп әкеліп беріп, сондай транзитный компаниясы бар. Одан кейін осы YouTube канал ашып, өзінің бүткіл ақшасын өзіне осы YouTube каналға құяды. Яғни ол ең басында, 2017-нің басында, ол шетелге ұшады. Европаға, Америкаға, Дубайға деген сияқты. И сол жақтағы орыстардың, бай миллионерлердің өмірін көрсетеді, қандай үйде тұрып жатыр деген сияқты. Қызықты андай бизнес аудиторияны жинайды өзіне. Яғни оның сол кездегі подписчиктерінде 90% ер адамдар қарайтын болған, 10% әйел адамдар қарайтын болған. И сөйтіп ол бірден қасына 2 жігіт ертіп алады камерамен. Тау осындай қымбат камералармен 2 жігіт 2 жақтан, 3 жақтан түсіріп жүреді. Сол арқылы әртүрлі елге барып, әртүрлі компанияларды түсіріп, сөйтіп подписчик жинайды. Содан қазіргі күні 1 миллионнан асты подписчиктер саны. Бір видео түсіреді, жақсылап, әдемілеп, сосын салса, ол уже минимум 400.000, 500.000 просмотр жинайды. Сол арқылы қазіргі кезде айта кетейін дегем, жаңа шетелге ұшып жүрді, ол өзінің ақшасына өзі ақша құйды. Ал қазір өзі біреуге барып түсу үшін ақша алады. Яғни ол қазір шетелге барып қызықты жерлер түсіріп алды да, енді Россияға келіп өзіне подписчик жинап алып, мысалға Яндекстің офисына барам дейді. Яндекс оған ақша береді. 1 миллион рубль. Яғни 5,5 миллион деген суммасы. Бір видео, апта сайын видео шығады. Среда күні сағат 10-да. Қарасаңыздар болады, өте тамаша контент, жақсы, бизнеске қатысты өте көп жақсы ақпараттар береді. Әртүрлі саланың жаңағы талқы қалай көтерілгені, қалай жасағандары жөнінде основательдермен әңгіме соғады. Өте қазіргі әлемдік бренд қалыптастырып тастаған компаниялардан сұхбат алады. Қанша тауып атсың деген сияқты әртүрлі. Қалай таптың, бұрын қалай жүрдің деген сияқты. Сондай тематиканы қозғап. Енді бұның рекламасы қазір өте қымбат. Яғни бұрын ондай болған жоқ. Басында 300.000, 400.000 подписчикпен 1 миллион жинап алды. Рекламасы мысалға біздер айтамыз ертең. Бұйырса осының 16-сы ма Алматыға келеді ол. Курс өткізуге бірдеңемен. И егер оған айтатын болсақ, бізді келіп түсіріп кет деп. Қазақстандық осындай бизнеске үйрететін курс бар, бизнес бастау деген, сөйтіп келіп офис аралатып, адамдармен араластырып деген сияқты сондай түсіріп кету үшін біздер оған типа 6 миллион теңге төлеу керек боламыз. Сол сияқты өзінің қазір бизнесін жасап отыр.
бұл фотоны неге қойдым мен? Ол осы арқылы өзіне аудитория жинады. Қазір Россияда Олимп деген бар. 30 мың адам қатыса алатын. Соған бұл бір жарты жылдың ішінде уже тренер болып шығып жүр қазір. Оның өзі жетістік. Ал осы арқылы мынау бір рекламный видеосы өзіне клуб трансформатор деген клуб ашты. И онда тек қана миллионерлер, миллиардерлер қатысады, бір-бірімен жаңағыдай сайыстар өтеді, неше түрлі курстар өткізеді. Сондай қызықты бір ортаны создавать етіп жатыр. Келесі Сергей Косенко деген жігіт. Бұл да Россияда бизнес молодостьта оққан, кезінде екі рет қатысқан еще. Сергей Косенко деген бұрынғы, қалай айтсам болады, жас кезінен өзі жетістікке жетіп, қазіргі кезде оның неше түрлі салада бизнесі бар. Мынауын көрсетіп қойғаным, YouTube арқылы жасап жатқан өзінің бизнесінің үлгісі. Яғни оның негізгі бизнесі қыста сатылатын свитера с оленями деген түрі. Мысалы, Алматыда да сатылды осы жылы қыста. Ал мынау бизнес реалити шоу «Большие девочки» деген, ол бір 3 қызды таңдап алды, өзіне қатысты. Сосын өзінің YouTube каналы бар. Қазіргі кезде 200 мың подписчик жинап алды. И үшеуіне задание береді. Осы свитерді сатасын деп. Типа франшизасын, осы арқылы ол франшизасын танытады. Яғни Россияда өзінің бір отыратын жерінде несі бар, магазины. Осындай свитер сататын. Енді ол франшиза сатады қазіргі кезде. Франшизасын ол сату үшін оған яғни ұтылыссыз екенін көрсету керек, тиімді екенін көрсету керек, қалай сату керектігін көрсету керек. И ол соны осы YouTube арқылы халыққа жеткізді. Көріп отырсаңыздар. Мынау «Большие девочки» дегені жаңағы 3 қызды таңдап алды, 3 қыздың қалай бизнес жасап жатқанын көрсетті. И қандай жаңағыдай артықшылықтар бар екенін, ұтылмайтынын, жаңа алдап кетпейтінін осы YouTube каналы арқылы ол жеткізіп жатыр қазіргі кезде. Так, осымен бітті. YouTube-қа қатысты сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Жақын настройкалардың видеолары бар ма? Именно вот бағана реклама настройка түрлерін көрсеттің ғой. Соны Қалай жасау керек ма? Видеолар бар негізі YouTube-та. YouTube-та ашық түрде жазылыр да негізі? Ашық түрде, кәдімгідей бар негізі. YouTube-та орыстардың салған. Керек десеңіздер мен қазақша видеосын шығарайын. Вот сол қазақшасы керек. Олай болса онда YouTube-тан өзімнің каналыма тіркелсеңіздер болады. Инженер-маркетолог деген канал ашып қойған өзім. И соған онда жақын арада 1-2 күн Сен ақырындап қазақша материалдар салып отырсың ғой? Қазақша, тек қана қазақша түрде. Маркетинг саласында қазақша материалдардың бәрін салып отыр. Ашып қарсатшы, мына жақтан ашып көрсет. Жалғас. Инженер-маркетолог деп жазып жүрсің. Инженер-маркетологты өзгертіп тастадың ба? Сөйтіп өзгертіп тастадым мен. Халықтың жалғасы не болды? Қалай кішкене қызықты болсын деген ғой. Түсінікті болсын. Сол. Көп видео салмай. Инженер-маркетолог и все. Мысалға бұл жерде YouTube-тан монетизация деген, YouTube-тан ақша табу жөнінде айтылған видеоларым бар. Көп YouTube жайлы енді. Instagram-да осы жүрдім. Таргетинг жасау несі видеосы. 4 просмотр жинапты. Так, ұйықтап қалмадық па? Так, инсайт алдық па, инсайт? YouTube-тан инсайт алдық па? Ұйықтамайықшы давай. Қазір батырларымға айтамыз. Біраз нәрсе бар айтады. Инсайт, YouTube-та инсайт. Кімде қандай инсайт? Мынандай инсайт менде. Айтайын ба, өзім инсайтымен көрсейін ба? Қазақша YouTube канал жоқтың қасы. Қазақша YouTube каналы жоқтың қасы. Орысша не іздесе де YouTube-тан табады. Енді өзіміздің мен қандай қазақша канал, болмаса мен қандай YouTube канал аша аламын деген сұраққа жауап беріп көрейік кішігірім.
ол бүгін болмаса ертең, ертең болмаса арғы күні сізге үлкен септігі тиюі мүмкін. Сізге болмаса балаңызға, балаңыз болмаса немереңізге. Мынау дамып жатыр, тоқтамай. Мысалға мен айта кетейін дегенім, Инстаграмнан бір артықшылығы, сіз Инстаграмға жаңағы неше түрлі описание жаздыңыз, хэштегмен жаздыңыз, бірақ ол Инстаграм сол кезде қаралады да қояды. Ал ютубта ол мәңгілік жүре береді ол. Уақыт өткен сайын просмотр көбейеді, похожий видеоға шығады, әркімге шығуы мүмкін да. Долгосрочный компания дейді ғой. Иә. Без разницы, физлицо, лицо деген жоқ мына жерде. Прям қазір мысалы компанияңыздың атын қойып ашып жүрсеңіз вот канал. Телефон номеріңізді жаздыңыз, сізге смс келді, канал ашылды, болды. Или почта. Әрине. Әртүрлі салада. Кез келген салада. Кез келген салада ағыз. Так, қысқаша етті YouTube жайлы. Мынандай не бар. Өткенде ағамның үйіне бардық. Газон жайын деп отыр екен. Газон жаюды білмейді енді. Таныстарынан сұрап отыр да. Звондап, анда звондап, мында звондап. Менде сразу инсайт келді. Ой келді, мен ютубтан іздеп көрейін. Как қалай жасауға болады деп мен газонда деп ютубтан іздеп едім. Орысша. И бірнеше видео шықты. Бірінші, екінші, үшінші видеода ма әдемі пошагово бәрін түсіндірген. И сол бойынша жасадық. И сол бойынша шықты. Күткен бойда да. Күткен уақытында. 2 аптадан кейін шығады дедім осында. В общем, сондай несі да құдіреті. Орыстарда кез келген темада ютубты бір видео түсіріп сала берген ғой. Пайдасы тиісін, өзіне тиемесін. Бірақ пайдасы тиеді соңында ол. Просмотр көбейеді, оның танымалдығы кішкене артады деген сияқты. Мысалы, өзіміздің қолымыздан не келеді, соны ютубқа видео жасап сала берсек ақырындап. Біраз алдағы уақытта көмегі тиеді. Қазақша болсын, орысша болсын. Енді мен мысалы газонда орысша іздедім негізі бірақ. Мен қазақша іздеу ойыма да келген жоқ. Енді қай нәрсені қазақша іздеуге болатын еді деген сұрақ туындайды. Ютубта мен қай нәрсені қазақша іздеуші едім. Қымыз? Қалай? Қымыздың пайдалылығы тағы. Домбыра жайлы. Малды қалай сойлау керек, қалай жіліктеу керек. Қазақтан, иә, қазақтан. Әйелдердің арасында мысалы бешбармақ қалай пісіру керек, құртты қалай жасайды, китті қалай береді, да? Құдалық қалай күтеді, кілем қалай тоқиесің. Сондай тақырыпта видеолар түсіріп, да? Егер мүмкіндік болса, сондай тақырыпта видео түсіріп, ақырында сала берсе, қазақша спрос та көбейеді, қазақша видеолар, жаңа каналдардың дамуы да жақсы болады, и ертең сон просмотр көбейіп. Лимит жоқ. Қанша салсаңыз өзіңіз. Қазір бизнес бастауда қанша видео бар? Общий. Ашығы бар, ашық емесі бар. Ашығы 500-ден астам. Ашық емесі? Ашық емесі 2000-нан астам ол деймін. Жалпы 2000-нан астам бір каналдың өзінде, қазір бізде 5 канал бар. Бір каналымыздың өзі 2000-нан астам видео бар. Соның 1500-ы закрытый тұр, жабық тұр. 500-ы ашық тұр. Түсінесіздер ме? Шек жоқ жалпы. Сала бересіздер. Сосын тағы да айта кетейін дегенім. Қазақша видео түсіріп қазіргі блогерлар шығып жатыр. Көріп жүрсіздер, мысалға неше түрлі орыстарға еліктеп журналистер шығып жатыр, талқылайды деп кім бір Аман Тасыған деген жігіт па, сол өзіне аудитория жинап жатыр пока что. Оның болашақтағы цели жаңағы орыс блогерлар сияқты реклама қабылдау. Яғни оның сіздерге де пайдасы тиеді, өйткені оны қарайтын адамдар, қазақстандық адамдар, болашақта Қазақстан бойынша реклама жіберем десеңіздер, соған берсеңіздер болады. Ол просто арасында бір 10 секунд сіздің тауарыңыз жайлы или кәсібіңіз жайлы айтып кетеді, услугыңыз жайлы. Жаңа бүткіл Қазақстан көріп жатыр десеңіздер. Мысалға Аман Тасыған деген мысалға. Мен просто өзім көріп жүрген қазақша каналдарды айтам. Аве Адикус деген бір жігіттер бар. Оның біліп жүремін деген каналдар бар, неше түрлі. 200 мың подписчик жинап алған, Пазл деген сияқты. Болашақта цели енді сол. Ақырында қазақша каналдар көбейіп жатыр негізінде. Бірақ ашылмаған тақырып өте көп. Орыстарда
бәрі тақырып ашып тастаған YouTube канал. Таң мысалға қалдым да. Иә. Өткенде мысал айта салайын. Келіншегіме ренжісіп қалдым. Әлі үйленбей жатып ренжісіп қалдым да, соны қалай енді бас қатып жүр ғой енді, қалай не істесем болады деп, соны YouTube-қа жүгіндім да. И сол тақырыптарды ашып тастаған ғой жалпы. Қалай сындыруға болады бір сөзбен, қалай бірінші встречада етіп алуға болады. И мынандай вал материал, былай айтқанда. Просто кез келген тақырыпты зерттеп, семішкішін сияқты шағып, канал ашып тастай берген бәрі. мысалға барлығымыз спортты қараймыз, бойларды қараймыз, ММА-ды қараймыз деген сияқты ғой. И бір видеоны қосып қалсақ, ставки на спорт деп айқайлайды ғой, бір видеоларда болады ғой. Ол жаңағы өзінің жаңағы нені реклама жасап отыр. Көрдіңіз бе? Неше түрлі каналға салып тастаған. Ставка істегетін нелерді. 1xbet қой, 1xbet. Есіме түсті. Сол әртүрлі канал ашып тастаған. Қазақша ашып тастаған даже. Қазақша жекпе-жек деп сондай түрлері бар. Жақсы, рахмет, жалғасқа қол шапалақтап қояйық. Біраз инсайт алып қойып, инсайттар түртіп отырайық, түртіп.